Сиқырдың қандай түрлері бар және сиқырдан қалай емделу керек деген сұрақ түскен екен, және бізге сұрапты бізден не үшін сіз сиқырлардың түрлері туралы, сиқырдан болатын аурулар туралы жаңа видеолар шығармайсыз деп. Мен әрине сиқырды емделу жолдарын мен алдыма келген әрбір жаңағы емделуге келген адамдарға сиқырдан емделудің ілім-білімдерін үйретіп, және дем салып, Құран оқып, дем салып, емдеп жаңағы демеу көрсетіп жүрмін. Сондай-ақ бұл сиқырдың 1990 жылдан бері меніған осындай сиқырдың әртүрлі жолдарыменен, әртүріменен ауруға душар болған адамдар хабарласып, емделіп, ем алып, емдік сеанстарға қатынасып, ілім-білім үйреніп, өздерін тазартып жүр. Мен бұл туралы көп шығармайтын себебім, бұл енді 36 жыл болды мен бұл тақырыпта жұмыс істеп жүргеніме, және бұл тақырыптарды зерделеп, осы сиқырдың қандай түрі болса да қалай емделу керек деген әдіс, жаңағы қалай емделу керек және оны қалай жеңеміз деген мәселе туындап, баяғы 1990 жылы осыны мен толыққанды зерделеп, әрбір аяттың шілдесін шығарып, сиқырды шығарудың, сиқырдан тазарудың жолдарын бәрін толыққанды меңгерген адамын. Бұндай жолды меңгерген, бұндай ілімді игерген өз санаулы 5-6 ғана адам бар, өзі Орта Азияда, соның бірі менмін. Өйткені әрбір сиқырды шығару үшін жаңағы Құран кәрім ілімін үйреніп, зерттеп, оның шілдесін шығару керек. Жаңағы хілветте отыруың керек, оның періштелерменен жұмыс істеуің керек. Жындарды бағындырып, жындармен сөйлесіп, жындарды шығарып білуің керек. Осындай әдіс тәсілдердің бәрін игергеннен кейін мен жалпылама осы әдіс тәсілдердің, осы ілімді игеруім үшін менің бір жаңағы 1990 жылдан сол 2023 жылға дейін осы әдіс тәсілдерді зерттеу, осы ілім-білімдерді игеруменен көп уақытымды өткердім. Өйткені өзіме де, менің әке-шешемнің отбасына да көп осындай сиқыр дуаларды көп жасалатын еді. Және өзімнің үйімнен де, әке-шешемнің үйінен де көп осы дуа сиқырлар тауып алатын едім. Сондай-ақ алдыма келген әрбір адамның мәселесі де түп тамырын айналып келгенде осы дуа сиқырға барып тірелетін. Көп осы кезге дейін маған қаралған адамдардың, менен консультациялы алған адамдардың осы 70% осы дуа сиқырға тап болған адамдар. Осындай жағдайға менің әке-шешеме де, бауырларыма да көп осындай сиқыршылардың, күндес адамдардың, тар қызғаншақ адамдардың кесірінен көп дуа сиқырлар жасалды. Менің өзіме де қаншама дуа сиқырлар жасалды. Солардың бәрін шығарып, оларды да тазартып, оны игерудің, өзіңе қорған қоюдың, жан-жағын қорған қоюдың өзі аңсат нәрсе емес. Оның үстіне алдыңа келетін адамдар бар. Бұның барлығы көп уақытты талап етеді, көп күшті энергияны талап етеді. Ақиқи ілім-білімді игеруді талап етеді. Сондықтан да сиқырды, мен дуа сиқырды шешемін деп жүрген, шешіп жатырмын, жынды шығарып жатырмын деген адамдарға айтарым, өте бұл ойнайтын нәрсе емес. Қолдарыңыздан келмесе, оның ілім-білімін игермеген болсаңыз, ол іспен айналыспағандарыңыз жөн болар деп, көпті көрген адам ретінде, тәжірибелі маман ретінде, жасы үлкен адам ретінде берер кеңесім осы. Ал енді сиқырдың түрлеріне келетін болсақ, ажырату сиқыры деген бар, сүйіспеншілік сиқыры деген бар, қиял сиқыры, көз алдау сиқыры,
жындандыру сиқыры, бойкүйездік сиқыры, қорқыныш сиқыры, ауру сиқыры, жұбайлық қатынастан тежейтін сиқыр. Бұл сиқырлардан да басқа неше түрлі сиқырлар бар. Қазіргі кезде бизнес заманы болғандықтан бизнес жұмысын тоқтату, жаңағы мынау қызметке көтеріліп жатырған адамдардың орнын тартып алу, немесе жаңағы өте бір жаңа бай еркекке тұрмысқа шығу, бай еркекті қалай жаңа бай еркекке ыстпа-дуаны сүйіспеншілік сиқырын жасап, жаңағыдай қалталы еркектерді іздеп жүретұғын қыз-келіншектер бар, өкінішке орай. Осы сиқырлар көп белес алып тұр, жаңағы талас тартыс, өздерінің жаңағы бір-бірінің бизнесін тартып алу жолдарда мына қазіргі кезде тағы кең алып тұрған сиқырдың түрі, жаңағы казиноға шақыру сиқырлары көп кездеседі. Жалпылама ауру болып хабарласатұғын адамдардың сол 70% осы дуа сиқырменен байланып қалған, дуа сиқырдан асылып кеткен ауру сиқырлар болып табылады. Сондықтан да бұл сиқырлардың әрбірінің өзінің оқу ілімі болады, дем салу ілімі болады. Әрбір дуа сиқырдың түрін ажырата білу керек. Дем салатұғын сиқырды шығаратын адам және оған сол дұғаларды оқу керек. Және егер де осы сиқыр жасаған уақытта жын байланған болса, онда сол жынменен сөйлесіп, жынменді шығару керек, оның өз мекеніне қайтару керек. Ал енді жынға байланбаған қарапайым жаңа қорқыныш алып келетұғын сиқырлар бар болса, онда сол сиқырлардан құтқарып, қорған қойып беру керек. Сондай-ақ мына ауруға душар болып қалған сиқырдың түрлері болады. Адам ауру болады, диагнозы жоқ болады. Бұндай сиқырлардың түрін анықтап, және ол қай жерде, үйінде ма, сыртында ма, соны анықтап, одан жұмыс орнында ма ондай сиқыр, ол адамның немесе ішіне ішкізілген ба, не бір заттар арқылы жасалған ба, солардың бәрін анықтап, сол дуа сиқырдан, ауру дуа сиқырынан тазартып және қорған қойып беру керек. Бұндай мынау сүйіспеншілік деген сиқыр болады. Одан кейін адамды өзіңнен өзі адам біреуді сағынып, еріксіз түрде жаңағы ғашық болып, еріксіз түрде сонымен күні-түні сол адамды ойлап, сағынып, еріксіз түрде сол адамды іздеп баратұғын, барғызатұғын сондай сиқырдың түрлері болады. Сондай-ақ жұбайлық қарым-қатынасты тежейтұғын, мынау ерлі-зайыптылардың арасына ауыртпалық әкелетұғын, ажырататұғын сиқырлар болады, сиқырдың түрлері болады. Сондай-ақ жаңағы жоғарыда айтып өткен мынау көз алдау қиял сиқыры, қиялдап жүре беретұғын, я ойы өнбейді, я ісі өнбейді, әр нәрсені бір қиялдап жүре беретұғын. Бұл да бір психикалық ауруға алып келетұғын сиқырдың түрі. Жындандыру сиқыры енді бұрыннан бар сиқыр, жынданып көшедегі шығып кеткен адамда білмей қалады. Бұндай сиқырлардың барлығы тек қана Құран, қасиетті Құран кәрімменен, рухи аяттарының күшіменен ғана шешіледі, бір Алланың арқасында. Сондықтан да әрбір сиқырды шешетұғын маман иесі, дуа сиқырды шешетұғын маман иесі, сол сиқырды түрін ажырата болу керек, және сол сиқырды жаңағы байлауын шеше білу керек. Егер де ол ілімді игермеген болсаң, онда өзіңе де қатер төнеді. Соны айтып өтпекшімін бұл жерде. Жиында біз сіздердің өтініштеріңіз көптен бері осы сұраққа жауап беріңіз деп көп осы сиқыр дуа туралы көп маған сұрақтар келіп түседі. Бұл тақырыптардың барлығы мен 1900 жылдан бері
көріп келе жатырғандықтан, осы дуа сиқырды шешіп келе жатырғандықтан 1990 жылдан бері ем-дом жасап келе жатқан маман ретінде әрине менде көптеген тәжірибелер бар, жинақталған. Осы менің дуа сиқырды шешіп қана қоймай, мен сол адамдарға сабақты үйретемін, өздері шешу жолдарын үйрететін менің сабақтарым бар. Сондықтан да қалеген адам өзіне жасалған дуа сиқырды шешіп үйренгісі келсе, өзін тазартқысы келетін болса, өзіне қорғаныш қойғысы келетін болса, өзінің үйіндегі дуа сиқырларды өзі тауып алғысы келетін болса, онда біздің сол дуа сиқырларды шешу жолдарын үйрететұғын, жаңағы мына үйдегі сырттағы дуа сиқырларды табу жолдарын үйрететұғын, дуа сиқырларды шешетұғын, дұғаларды үйрететұғын біздің арнаулы сабақтарымыз бар. Сол сабақтарымызға қатынасып, әрбір адам өзін өзі тазарта аладығын, өзінің отбасын тазарта аладығын мүмкіндікке ие болады. Мен осы мақсатпенен қазір жұмыс істеп жүрмін. Әрбір адам осы академиялық білім беріп академия ашып отырғанда да осы адамдардың сана сезімін қалай көтерсем деген, жаңағы адамдар қалай бір-біріне қастандық жасамай, әркім өзіменен өзі жүретұғын, сана сезімі жоғары деңгейге қашан көтеріледі екен, сол сана сезімнің көтерілуіне мен де бір өзімді үлесімді қосып, сабағымды берейін, үйретейін деп үйретіп жатырмын. Бұл кеше 1-2 жылдан бері арнаулы түрде сабақ өтіп жатырған болсам, ал енді 23 жылдан бері сабақ өтіп отырған болсам, ал негізі мұны 1990 жылы бастап кеткенмін. Әрбір келген адамға осы туралы мағлұмат беріп, рухани тазарту жасап, рухани білімдердің жолдарын көрсетіп, үйретіп жүрген жанмын. Сондықтан да бұл туралы енді көп қайта сұрап қоймағандықтан бүгін сіздердің сұрақтарыңызға жауап беруге тура келді. Өйткені менің өте бір айтқым келе бермейтұғын тақырыптардың бірі бұл. Өйткені дуа сиқыр деген адамдардың бір өте арамызда өте сана сезімі төмен деңгейдегі шайтани адамдардың бар екендігін айтуға тура келеді дағы. Сондықтан да шайтани адамдардың арамызда әлі де жүргенін, әлі де сондай шайтани адамдардың әсерінен адамдардың түрлі жағдайға душар болып жатырғанын айтуға тура келеді. Сол себепті мен бұл тақырыптарды көп қозғамайтын себебімнің бірі осы. Енді сіздердің көптеген сұрақтарыңыз қайта осы тақырыпқа келіп тіреле бергендіктен, алдағы уақытта айтып өтемін, жеке тоқталып өтемін. Осы сиқырдың түрлеріне қажет болса, сіздер осы сиқырлардан тазару жолдарының ілім-білімін біздің сабақтарға қатынасып, үйреніп, өздеріңізді тазартуға боладығының айтып өтпекшімін. Тағы да бұл өзіңізге де, өздеріңіздің айналаңыздағы адамдарға да тиімді болады. Біз әрбіріміз өзіміз жаңағы бақылай аладығын, өзіміз тазарта аладығын зиянкестерден, және өзіміз қорғанын қоя аладығын болуымыз керек. Бұл тақырыптарды алдағы уақытта қозғап отырамыз. Енді осы жерде бір өте тағы бір сиқырдың түрі есіме түсіп отыр. Осы мынау ұйымдарға, мына әртүрлі ұйымдар бар ғой, жаңағы діни ұйымдар бар, секталар бар, ордалар бар, жаңағы тағы басқа да әртүрлі
мынау жаңағы бұрынғы кезде өте көп болған мына йогова деген болды, протестанттар болды, сосын өзі ислам ағымдары болды, ислам дінінің атын жамылып әртүрлі жаңағы адамдарды әртүрлі ұйымдарға кіргізіп алып кеткен ұйымдар болды. Ағылшын тілін үйретеміз деп өздерінің секталарына қосып алғандығын ұйымдар болды. Сондай ұйымдарға кіргізіп алатұғын дуа сиқырдың түрі өте кең таралған. Араққор, нашақор болатұғын дуа сиқырларды кең өріс алып бара жатыр. Біздің